Наурыз мерекесінің шығу тарихын білесіз бе? Наурыз мерекесі әлемнің ең көне мерекелерінің бірі. Орта Азия халықтарында 5000 жыл бойы аталып өтілуде. Наурыз сөзі парсы тілінен аударғанда жаңа күн деген мағынаны береді. Наурыз мерекесінің туу тарихы турасында талас көп. Көбі ел аузындағы аңызға жүгінеді. Аңыздың өзі сан алуан. Кейбіреулер парсы патшасының жорықтарымен байланыстырып жүр. Парсы патшасы Джамшид өз елінің аумағын аралап жүріп, Әзірбайжан атты мекенге тап болыпты. Осы жерде уәзірлеріне күнгей бетке қаратып үлкен тақ орнатуды бұйырған екен. Күн сәулесі тақпен шағылысып, айналаға ерекше нұр шашыпты деседі. Содан кейін жұрт осы күнді жаңа жыл есебінде тойлауды әдетке айналдырған екен. Ежелгі жыл санағы бойынша 22 наурызда күн мен түн теңеседі. Наурыз жылдың бірінші күні. Жыл басы. Көктемнің алғашқы айы. Наурыз мейрамы діни мереке емес. Бұл қалың қыстан аман есен шығып, күн нұрына бөленіп, жаңа жылды қарсы алу мерекесі. Баршаңызды осы келіп жеткен Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын.